Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Сіздер бүгін 10 тест арнасындасыздар, арнама қош келдіңіздер. Және де бүгінгі біздің сабағымызда біз 8-ші сынып геометрия ТЖБ 490-ның бірінші нұсқасын қарастыратын боламыз. Алдымен видео басталмас бұрын арнаға жазылып, лайк басып, пікірге ой жіберіп, жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Және де іздеу жүйесіне әрдайым 10 тестті ғана іздеп жүріңіздер. Олай болса, біз осындай түрде кездесетін бірінші нұсқаның тжб-сын қарайтын боламыз. Яғни бұл жерде бізде 5 тапсырма бар. Әрқайсысын біз бірге егжей-тегжейлі қарастырып, түсіндіріп, бірге өтеміз. Жалпы мен сіздерге өте сондай пайдалы болған, сіздердің осы арқылы барлық жалпы бүкіл 90-ды түсінгендеріңізді шынымен де шынайы жүрегіммен қалаймын. Олай болса, біз сабағымызды бастайық. Олай болса, біз бірінші есептен бастасақ, бірінші есепте бізде не берілген? Бірінші есепте а 0 және де 0 кейін б және де 9 және де 10 берілген екен. Бұл жерде біз x, y және де біз бұны x2 y2 деп қарастырамыз. Осы нүктелерден өтетін түзудің теңдеуін біз қалай жазамыз? Жалпы бізде білеміз, түзудің теңдеуінің формуласы x минус 1 және де x2 минус x минус 1 еді. Мінекей, есептің жауабы осындай. Енді біз екінші есебімізге көшейік. Екінші есепте бізде мынау берілгені бойынша жақындатсақ, егер де а 0-де 0 болатын болса, б 0 болатын болса, онда біз не істейміз? Осы абсцисса параллелограммның д төбесінің координатасын табыңыз, және де б диагональдарының қиылысу нүктесі. Жалпы мынадай сурет берілген екен, көріп отырсыздар ғой, өздеріңіз. Мінекей мында тұр. Біздегі сурет бойынша өзіміз үлкенірек етіп сызып алсақ. Қазір осындай сурет берілген, және де бұлай берілген. Осындай сурет мұнда а және де мұнда б деген, кейін мұнда б, содан кейін с, сосын д деген. Ал мына жер бізде о, мынау x өсті. Сонда осы п диагональдарының қиылысу нүктесі. Осы жер бойынша біз былай десек болады. Қараңыздар, мына жерде мынау 0-да 0 нүктесі. Ал мынау болса 5-те 0 нүктесі. Мынау 7-де минус 3. Ал мынау болса 12-де минус 3 бізде берілген бойынша. Мына жерде анық емес болып көрінбей жатыр. Сонда біздегі былай жаза аламыз. Ол 7-де минус 3 болды ғой. Міне, осы қиылысу нүктелерін жалпы осылай жаза саламыз. Енді мынаны өшіріп тастайын. Енді мен өшіріп тастайын. Енді дальше кеттік. Үшінші есебімізде қараңыздар. М нүктесі ПК кесіндісі берілген дейді. Бізде мынандай бір кесіндісі берілген екен, да? Және де мынау П нүктесі дейді. Мынау К нүктесі. Және де ПК кесіндісінен мына М нүктесі алынған дейді. Және де ол 3-те 1 қатынасына бөледі дейді. Сонда мынау 1, 2, 3. Мынандайдың шамамен 3-еуі болып тұр сонда. Біз былай айтамыз. Қараңыздар, ПМ мен
мкның қатынасы 1/3 қатынасқа тең. Бұны өшіре салайық, иә? Қазір біз бұнда былай жазамыз. Сонда біз мұнда жердегі жазуымыз бойынша бұл қандай да бір x, y-ға сәйкес келеді. Ал мынау болса біз былай жазғанымыз дұрыс секілді, қараңыздар. мкмыз 2 минус 4 және де 3/5. Енді біз осы нүктелерді былай таба аламыз. 3/1-ге бөлеміз. 3-ге тең. Және де бұл жердегі жалпы былай бір қарап жіберсек, мынау x1, y1 болып тұр да. Мынау x, y. Мына жерде мынау x2, y2 болып тұр да. Сонда мынау x1 плюс осы мынау лямбда деп аталады ғой енді негізі. 1 плюс лямбда. Сонда мына жердегі біздің ережеміз бойынша бұны 2-ге теңестіріп аламыз дағы. Мына жердегі 2 бойынша 2 мына бәрін бүйтіп жасайын. Екі тең болады x плюс 3 көбейтілген 3, 1 плюс 3, сонда 8 тең x плюс 9 тең болады x минус 1. Енді минус 4 тең. Мына жақтағы келесі арқылы жасап жатырмыз. y 15 1 плюс 3. Енді минус 16 тең y плюс 15. Және де y-ымыз тең болады минус 31. Сонда енді P нүктесінің координатасы ол минус 1-де 31-ге тең болады. Неге біздің жауабымыз, достар? Мұны мен сіздерге арнайлап сызып қойдым. Бұл жерде А-да не істейміз? Бұл жерде А бойынша бұл негізі x минус 3 квадрат плюс y минус 5 квадрат тең болады 7-нің квадраты деген сөз. Яғни бұл жердегі бізде O'мыз тең болады 3, 5. Ал бұл жердегі радиусымыз тең 7-ге. Сонда біз бұл жерде x, y-ға тең екенін білеміз ғой. Онда біз былай жасай аламыз. Қарап отырсақ, бұл жерде мынау 3-ге тең. Ал мынау 1, 2, 3, 4, 5. Мынау 5-ге тең. Сонда екеуінің қиылысуын шамамен осы жерге келтіре аламыз ғой. Сонда мынау былай болатын болса, енді ол ары қарай 7 диаметр болу керек те. 5 мына жерге дейін барамыз. Сонда былай болу керек. Байқасаңыздар. Енді мына жаққа 7, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына жерге дейін бару керек. Мына жерден қиылысып мына жермен өту керек. Және де бұлай қарай бізде 3, 4, 5, 6, 7. Так, 3, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Сонда біз оны шамамен былай жасақ болады ғой.
осындай берілген. Осындай берілген бір шеңбер шығады екен. Енді біз ары қарай басына қарай көшейік. Басында біз бұл жерде 2-мен қиылысады деп айтсақ болады. Неліктен? Себебі x минус 2 дегеніміз ол міне минус 2 ғой. Міне біз оны бір басқа түспен көрсетсек, міне бұлай болады. Ал бізде x тең минус 2 дегенмен тең болады. Енді бізде 5-ші тапсырмамыз бар ары қарай. 5-ші тапсырмаға да келіп жеттік. 5-ші тапсырмамызда не дейді? 5-ші тапсырмада бізге бір берілген екен. Біз берілгенмен әдемілеп тұрып жазайық. Берілгені сіздерге ОБ тең 10 деген, ОА тең болады 8 екен. Ал енді мен сіздерге берілген жерді осылай жазып қойдым. Осылай сіздер де әдемілеп жазып алыңыздар. Бізде осындай А-ныкін табу керек дейді. Бірақ та қарап отырсаңыздар, бұл жерде бірінші АКО және де К тең 90 градус деген осындай жалпы бұрыштар бар. Яғни осы жерде біз сәл Пифагорға қосақ болады ғой, иә? Онда біз 8 көбейтілген түбірасты 2-ні квадраттап, мына жерде А квадрат тең плюс А квадрат десек болады. Сонда бізде мынандай болып шығады. Квадрат бұл тек болады 2А квадрат. Онда біз оны шығарып жіберіп, А түбір асты 2-де аламыз. Сонда біз мынаумен мынау қысқарып кетеді. Амыз бізде 8 болады. Сонда мына жерде минус 8 былай істеймін. А тең 8 минус 8 және де 8 болады. Ал әсін, яғни бысында, әс емес екен ғой, бысында бізде не дейді? Бысында бізде бұның координаттарын табуымыз керек. Бұның координаттары, бұл жерде біз мынаны көріп тұрмыз. Осы квадрат тең 10 квадрат минус 8 квадрат. Осы квадрат тең 36, және де осы, ол кесінді болғандықтан 6 негізі минус 6-да шығушы еді. Бірақ та түбір астынан негізі 10 ғана сан шығады. Сонда біз мына жерде мынандайды көре аламыз. 8-де минус 6. Міне. Және де ең соңғы сысында бізде А-ны тауып алу керек екен. Бұл жерде біз А-ны тапқан кезде не істейміз? Біз А-ны тапқан кезде мынандай формула бар. X квадрат, x2 минус x1 квадрат плюс y2 y1 квадрат түбірасына аламыз. Осы формула бар. Енді осы формуладан ары қарай не шығады? Ары қарай жалғастыратын болсақ, онда бізде 8 плюс 8 квадраттым. Мына жерде біз А-ны да, Б-ны да тауып алдық қой. Яғни енді бізде x2-ден былайша айтқанда азайтып жатырмыз. Енді біз мынаны өшіріп жіберейік дағы. Плюс минус 6 минус 8 квадрат, оны түбір астына алайық. Сол кезде 256 плюс 196 шығып, бұл жерде бізде 452 деген сан шығады екен. Біз бұл жерде оны бүйтіп жіберсек болады. 113 көбейтілген 4, иә бұл? Яғни оны мына 4-ті бүйтіп сыртқа шығарып жіберген кезде 2 түбір астында 113. Міне бізде
осындай пайда болады жауаптарым. Мінекей. Сіздерге жалпы бүгінгі тақырып қызықты болды деген ойдамын. Жалпы сіздерге сабақ пайдалы болды ма? Жаңа сабақтарда жақсы ұнайды деген ойдамын. Жалпы сіздерге ұнаса, мен қуаныштымын. Онда каналға жазылып, қоңырау тушына басып қойыңыздар, жаңа сабақтардан құр қалмау үшін. Әрі мен жазада видеолар болатынын айтқым келеді. Онда соңына дейін көрген сізге жарайсыз деп айтқым келеді. Мен сізді қатты сыйлаймын, жақсы көремін. Онда сау болыңыз.